Қостанай Жетіқара далалық экспедициясының алғашқы аялдамасында тұрмыз. Рудный қаласына жақында келдік. Мақсатымыз Жетіқара жерінен ел аузында айтып жүрген әңгімелерді, аңыздарды, хикаяттарды жинау. Тобыл өзенінің бастауын көріп, сол жерден 18 ғасырда саяхат жасаған Иоганн Фальктің ізімен жүріп өтпек жол мақсатымыз бар. Сарыкөл емес, Меңдіқара. Біз қазір мынау Айет өзенінің жағалауында тұрмыз. Айет өзеніне өтетін көпір, автокөпір бар. Соның жағасында тұрмыз. Бұл Айет өзені Тобылға келіп құяды. Бастауы Ресей территориясынан. Айет сынды өзендер қосылған сайын Тобыл күшейіп, Тобылдың арнасы кеңіп, суы молая түседі. Айет мен үшін өте ыстық, себебі менің нағашы әжем Кашима Құлтай қызы осы Айет өзенінің бойын жайлаған. Руы алтын жаппас. Оның әжемнің айтуы бойынша олар қыстауын Қызылорданың Қызылтам деген жерінде қыстайтын болғанда, жайлауын осы Айет өзенінің бойына келіп жайлайтын болған. Ол кісінің айтуынша 14 жасында осы Айеттегі жайлауға келген кезде әкесі оны Троицк базарына қыдыртып апарған. Келесі жылы 15 жасында оны тұрмысқа беріп жерген. Сонда әжем айтып отыратын, мені сол тұрмысқа берер алдында Троицкіге барып, маған жасау алса керек деп. Ал мен бала болдым, мен оны түсінбедім. Маған Троицкінің базары қызық болды. Осындай оқиғаны айтып отыратын. Сондықтан Айет өзені қазақтың ертеден қоныстанған өзені. Осы жерден енді біз әрі қарай Түйемойнаққа жол тартамыз. Мына көпір бар дегендей, темір жол көпірі. Анау пойыз өтіп бара жатыр. Бала кезімізде осындай пойыз өтіп бара жатқанға қарап армандайтынбыз. Алыс сапарларға барсақ қой деп. Міне сапарларды, сол сапарлардың несінде жүрміз деп қояйық. Алдым. Қазір ананың ішіне бір неге салып аламын ғой. Әжем. Мынау нағашы әжеміздің жүрген жерінен бір уыс топырақ алып, ырымдап алып жатырмын. Марқұм әжемнің басына барсам, сон бетіне қоям ғой деп ойлаймын. Құдай қаласа, амандық болса, елге барғаннан кейін осы бір уыс топырақты сол әжеміздің жүрген жерінен деп, туған жерінен деп неғылам ба деп ойлап отырмын. Элеватор есть. Біз Тобыл станциясына келдік. Тобыл бұл 9 жолдың торабы. Осы жерден пойыздар бір бағыты Қостанай, бір бағыты Ресейге қарай кетеді. Бұл Тобыл станциясының салынуының өзінің тарихы бар. Кезінде Тобыл станциясын салған уақытта мынау оңтүстіктен келетін, Қазақстанның батысында келетін шикізаттарды Россияның оңтүстік Оралындағы заводтарға жеткізу үшін осы Тобыл станциясын салған. Тобылмен сөйтіп Қостанай бір бүйірде қалып қойған. Тобыл станциясы мен Құсмұрын станциясының арасын қосқан. Бұл 140 километр.
ескі баяғы паровоз тепловоз жоқ кезде паровоз осындай жаңағы су құю үшін 140 километрден станциялардың арасы артық болмау керек екен. Бір су құйғанда сол 140 километр жердің арасына жаңағы қашықтықты сақтап отырып есептейді екен. Сондықтан Тобыл станциясы кезінде бұл Совет үкіметінің саясатын, яғни Қазақстанның шикізатын Ресейге өңдеу саясатына үлес қосқан станция. Қазіргі уақытта біздің тарапымызда мынандай ой айтылып жүр. Қостанайға баратын, Астанадан келетін Қостанайға баратын жолды, Тобыл арқылы болатын жолды Құсмұрыннан Шоққарағай деген станцияға қосып, бұл Шоққарағай бұл Сосновый-Бордың жанындағы үлкен станция. Сөйтіп Астана мен Қостанайдың арасын қысқарту керек деген, жол қашықтығын қысқарту керек деген ой айтып жүрміз. Бұны біз әлеуметтік желіде де жаздық, газеттерде де жаздық. Ойлаймыз, болашақта үкіметтің құлағына шалынып, осы бір тілегіміз жүзеге асады ғой деп үміттенеміз. Үмітсіз шайтан деген, адам баласының бәрі үмітті, шайтан ғана үмітсіз. Сондықтан болашақта мүмкін Тобыл станциясының жаңағы тораб ретіндегі, станция ретіндегі рөлі арта берер, бірақ Қостанайға барар тура жолда шығар деп ойлаймыз. Енді бітегеннен кейін одақ режисі бітегеннен кейін мына жерде су көтеріледі. Далалық экспедицияны біз осы жерге әдейі тоқтадық. Мына бір әдемі көріністер бар екен. Мынау Мельница деген кафе тұр. Соның қасында мынау пиво сататын, пиво ішіп тұрған ба, пиво сатып тұрған кісінің бейнесі тұр екен. Мына жағында мына самаурын тұр екен. Бір көрініс өте әдемі. Біз осы жерге тоқтадық. Мына біздің маңдайымызда шаһар көрініп тұр. Лисаковский деген бір жол, жүк таситын машиналар, жүргіншілер осы жерге тоқтап кафеден дәм татып, моншасы да бар екен, қонақ үй де бар екен, жататын жері бар екен дегендей бір әдемі жер. Осы жерде тұрып бір ой келіп отыр. Лисаковский деген есім осы қалаға неге қойылды деп. Егер қазақтың несіне қарайтын болсақ, мына Шымкент облысы, оңтүстік Қазақстан облысында Түлкібас деген жер бар. Қазақтар жалпы ертедегі бұл жердің аты түлкіге қатысты болса керек деп ойлаймын. Өйткені қазақтар жаңағы жердегі жануарлардың молдығына байланысты, жануарлардың жүретін жеріне байланысты ат қойып жатады. Мысалы, Қоянды деген жер бар. Ақмолада да Қоянды деген жер бар. Аяна Қарқаралыдағы атақты Қоянды жәрмеңке өткен жер бар. Сол жер Қоянды деп аталады. Себебі ол жерде қоян көп болған. Бәлкім осы жерде түлкілі деген жер болды мекен. Содан орыс Россиядан переселеністер кезде соны міндетті жаңағы жолма-жол аудара салып, тура аударып Лисаковский деп қойды мекен деген ой келеді. Себебі мынау қазақ жеріне орыстар келген кезде қазақтың жерлерін тура аударып жаза бастаған. Мысалға, мынау Борабайда Щучье деген қала бар, ол Шортанды көл деген есімнен шыққан. Соны Шортандыны Щучье деп орысша тура аудара салған. Осы кезде осындай мынау Қостанай облысында да осындай тарихи орын бар, ол Семиозер. Біздіңше сол қазақ оны Жетікөл деп атаса керек. Келген орыстар оны туралап Семиозер деп туралы жаңағы аударып соны атап кеткен секілді. Сондықтан осындай сапарлардың кезінде туған жердің тарихында, туған жердің бір шежіресінде ой салып, осындай бір жаңағы бір жол сапар бойында осындай бір тың ойларда келіп тұратын жағдайға куәгер болып отырмыз.
Тобыл өзенінің өзі түйіні осы жерде. Сосын осы Жетіқараның қасында Желқуар қосылады. Тобылға Шортанды қосылады. Сол мынау негізінде қазір жер асты суы, бұлақтардан жиналған су негізінде мынау ағып атқандар. Сарқырама. Негізінде көктемде қар, жаңбыр суларынан жиналып, бұл жердің бәрі үлкен өзен арнасы үлкейеді негізінде көктемде кезде. Судың, жаңбырдың, судың жиналған суларынан. Қазір мына дәм татса, бұлақтың суынан дәм татқан боламыз осында біз? Бұл енді жер асты су ғой, енді әр бұлақты жердің астынан шығып жатыр ғой. Сол мынау Орынбордың территориясынан басталады, Қостанай менен екі ортада негізінде Тобыл өзені. Сол енді жер асты суы ағып атқан негізінде. Қазір жаңбыр жоқ, қар жоқ. Иә. Басқа ағып атқан басқа жерде не жоқ. Жер астының судың арқасында, бұлақтардың арқасында жиналып осы ағып атқан. Түйе мойнақ деген былай үстінен төбеден қараған кезде, түйенің мойны сияқты иіліп. Түйенің мойны, иіні. Сол енді сол атаумен атаған шығар түйе мойнақты. Иілген өзі табиғаттың өзі жаратылысы. Сол түйе мойнақты иілген мойны аржағында басы сияқты. Осы иіні көрсетілген негізінде табиғи. Басы қай жағы енді? Осы тұрған жерімізде түйенің басы қай жақ деп ойлайсыз енді? Басы ар жағы болу керек. Ар жағы. Мынау иін түйенің мойны сияқты. Мына иін. Бұлай қарап отқанда түйенің жатқан жері сияқты ғой, мынау тау төбенің басы, анау түйе мойнақты аталған болу керек. Аталғанның негізінде осы әрі малға неге суреттеліп атап көрсетілген ғой негізінде. Құс мұрын, түлкібас дегенде ғой, солай емес пе? Солай, иә. Құс мұрын, түлкібас. Ерейментауда да құс мұрын деген жер бар екен. Жаңа Лисаковскіде өткенде айттым ғой мен жаңа. Лисаковскіде бұрын түлкіге байланысты бір ат болса керек. Түлкілі деген жер болды ма? Орыстар оны жаңағындай тура перевод жасап, тура аударма жасап, Лисаковский ата кеткен секілді. Ал енді мына түйе мойнақтың неге ескі айта алатынына мен таң қаламын. Неге мойнақ аталмайды? Көбінесе қазақтың жерлері Қостанай облысында кілең бәрі орыс атауымен аталған ғой. Негізінде мынау Совет үкіметі соғыстан кейін бүкілінің бәрі қазақтың үлкен керемет тың жерлерінің бәрін игеру саласында келген адамдардың бәрі өзінің аттарын атап кеткен ғой негізінде. Негізінде ол қазақтардың атауларын негізінде болашақ сол солтүстік облыстардың жақсыларының бәрін сол өзіне қаратып алған мақсатпен бес облыстан айқаймен бәрі жабылды ғой негізінде. Негізінде қазақтың өзі бәрі жайылымы барлығы осы сыр елінен осы жерге жайылым қылып, қыста қайттан сыр еліне кеткен өзі үлкендердің айтылуының бәрі осы аталып өтеді. Мен кезінде Аманқарағайда бір 95-ге шалдан сұрағанда сол шал айтты, мен баламын дейді жаңа шал. Ол негізінде 80-ші жылдары ғой. Негізінде 1900 жылдағы ма, сонда мен баламын дейді. Сол бүкіл сыр елінен келіп осы жерде той болатынды дейді. Қыздарым бізге береді, біздің қыздар сол сыр еліне шығады. Негізінде аралас құралас айналысып атқан елетік дейді. Мынау негізіндегі Марал Ишамның өзі осы мынау Қамысты, осы Қостанай елінде өмір сүргенменен де сыр бойына келіп жерленген. Сыр бойында жатыр дейді. Негізінде сол аралас құралас елдердің бәрі сол кезінде араласып атқан. Қармақшының бойында жатыр ғой Марал Ишан, иә? Марал Ишан Қармақшының бойында болды. Ол Марал Ишанның тұтқындары Ишан деп болады, Ахмет Ишан деп болады. Қостанай Жетіқара дала экспедициясы деген Жетіқара қаласының маңдайшасына келіп тұрмыз, кіреберісте тұрмыз. Жолай бізді осы дала экспедициясына көлікті айдап келе жатқан Жанұзақ Бейсенәлі бауырымыздың бір сөзі еске түсіп отыр осы уақытта. Осы жерде бұл кісі айтады, Жетіқара бір ең қасиетті жер, асты кен, үсті бидай, бидайының сапасы әлемде теңдесі жоқ деген ойларды айтты. Сол ойлардан қуат алып, сол ойлардан
ойларға тұшынып мінекей қасиетті Жітіқараға да жеттік. Бұл жердің де өзінің атауында әлі күнге дейін орнықпаған бір мәселе бар. Бұл мәселе жеті қара деп атала ма, әлде жеті қара деп атала ма деген мәселе толық орныға қойған жоқ. Әйтсе де бұл жерден атақты тұлғалар шыққан, бұл жерде қазақтың бір қасиетті жері. Сондықтан осы жердің қадір қасиетін түсіну үшін Жітіқара қаласында тұратын ақсақалдарға жолықпақ ойымыз бар. Солардың аузынан осы жердің тарихы, осы өлкенің шежіресі туралы деректер жинамақпыз, Құдай қаласа. Біз сол немізге бір сәт жақындап тұрмыз деп айтуымызға болады. Жітіқара деген именно осы жер емес. Жітіқара деген осы бір кезінде не болған, осы бір аймақ. Целый регион Жітіқара. Қазақтардың регионы, еш қалай қазақтар көшпей қалып қой. Кусочектен не қылмайды олар. Масштаб неме ойлайды, кең ойлайды. Значит, мына жақтарда таулар бар. Жылқуар, сюда тоже ескі бір бізде вообще получается все. Енді как сіздің мақсатыңыз бізге келіп отырған? Біздің мақсатымыз Жітіқарамен танысу. Бізде тобыл бар. Сол Тобыл Торғай өңірінің фольклордың градтың жоспары бойынша өзіміздің алдымызда бар. Тобыл жағасын аралап шығуымыз керек. Сондықтан Тобылдың басынан бастайтын отырмыз. Тобылдың басы Жітіқарада. Ну, как говорят, многие предположения разные. Өзінен өзі сон Тобылға жетеді. Тобылға жетеді. 1972 жылы, 1778 жылы осы жерде. И оның еңбегі бар. И Сибирьге бар. Реченский сон. Жайылма, это Пушкина, это все идет этот Камышинский район. Камышинский район. Жайылмадан Ақтөбеге трасса же есть. Да. Вот. Отсюда уже потом мне келгенде Тахтаров и мында уже Шортанды келет, Жылқуар. Это уже впадает в Тобол. Значит, Тобол Жітіқараның қасында емес қой. Жітіқарада метр ғой Жітіқара. Жітіқара мне, я Тобол. Қанша километр Жітіқара? Львовка, Шевченовка, да. Берсуат кетеді, сосын Шортанды. Шыпшыма, аты қазақша аты Шыпшыма. Шевченко. Қойылған нәрсе. Правильно? А оған дейін не болды? Ой, оған дейін ондай не болған жоқ, атты болған жоқ. Новый совхоз ба? Потому что вот Шевченко, Милютенко, Приречная, Мыктыкуль, Тимирязево, Степное, это уже берег жағында, когда уже освоение целины. 50-е годы. Так же, как и Жітіқара, это получается берег жағынан уже в 97 году. Жітіқара ма? Жітіқара ма? Жітіқара. Жітіқара? Правильно, Жітіқара. Архивтер не айтады? Получается... Архивтерде что написано? Жітіқара? Джетыгара. Раньше это до 97 года было Джетыгара. А это... Ну, мы сейчас историю города к вам пройдем уже во второй зал. Сонда Жітіқараның жанынан өзен это Шортанды, да? Да, Шортанды. Это русский человек, философ, тобольский философ. Сол Быздыковой, Бызден Тавуган. И вот наконечник копья, это тоже у нас было найдено. Все это в строительстве мясокомбината в конце 50-х годов были найдены кости мамонта. Именно здесь у нас, в городе Жітіқара, тоже неподалеку в 5 километрах коренные зубы. Вообще на протяжении всей жизни у него было 4 вот. То, что есть. Этого недостаточно, чтобы в этом конструктировать мамонта? Но потом это получается искусственно, можно сказать так,
северной части белый волк, Улькен, так он может достигать до 90 килограмм. В зубах может. Зимой впадает в спячку, кенгуру біздің тоже. Да. Вот историю города Ағаймен бірге, да? Опытная станция деген болған. Сонда восстание было? Да, было восстание. Против чего? Колчака. Колчака. Да. Ну, Денисовка, да. Да. В Денисовском, да, районе. И у нас вот Посмотри, стена там. Львовское, да, восстание. Там тоже у нас имеется название ромейское золото. Потому что на тот период, вы знаете, Казахстан самые знаменитые уральские золотодобытчики. Мында елі алып, как говорится. Граница Мариновканың қазіргі біздің пограничниктердің наблюдательный пункті тұр ғой. Иә. Сол таудың аты Қарауылтөбе. Қарауылтөбе. Сол жерде Кенесарының әскерлерінің қарауыл пунктісі болған. Ол Қарауылтөбеге бала кезімізде біздер тау жуасын жинауға баратынбыз. Иә. Сон тау жуасын жинауға барғанда жаңағы таудың басынан анау Бредаға дейін көрінеді жақсы. Көрінетін сол кезде. Қазір көрінбейді. Челябинск. Ол Челябинскінің Бредасының атын білесіз бе қазақша? Оның аты Күйік. Оның Күйік болған себебі анау айналдыра сосновый бор. Содан салған үйлердің бәрі ағаштан салынған. Соны Кенесары өртеген ғой. Содан қалып қойған. Иә, сосын Күйіктен әрі қарай наследникеден өтесіз, ол Сасықоба дейді қазақша аты. Сонда әлі күнге шейін атты казактардың крепостінің стенасы бар. Ал әлгі одан әрі қарай жүре берсеңіз, үлкен өзенге кездесесіз. Ол өзеннің табличкасын іліп қойыпты қазір. Оның аты Орыс Кескен. Иә, Орыс Кескен. Ол Орыс Кескен аталуының себебі сол жерге барғанда ызаланған Кенесары жаңа орыстарды піштірген. Былтыр мен сол ауылға тоқтадым Елизаветинге. Да. Иә, мен тоқтадым, сосын сұрадым мына өзендердің атын неге? Орыс Кескен. Орыс Кескен. Олар айтады, ана үлкендер айтады. Ну, когда-то ваш хан вот делал, но он делал так и остался. Нет, мы обычаи своих дедов до сих пор исполняем, выполняем. Оларда түсіндет дейме кезінде? Иә, сонда түсіндет дейді. Ғажап енді. Олар таза орыстар емес, қазақтар емес пе? Оны анықтап сұрамаймыз ғой. Ну, бірақ сол кездегі орыстар ғой. Ішіне мынадай түспейсін, не қылып Бұлай бетоннан қоршаған, ана су толады. Әр жағынан трубамен ағып тұрады. Сосын соны ауылдың ортасынан өткізген. Мынау тұрған біздің Тобыл өзенінің бастамасы. Мынау тұрған столбы көріп тұрсыз ғой, белгі. Ол Қазақстанның шекаралық белгісі. Оны сол жақтан Бозвие деген өзен келеді. 33 километр басталады, анау Бозвие ауылынан басталады. Ал енді мына беті Ресейдің белгісі тұрады. Ресейдің негізгі шекаралық белгілері. Осы жерге келіп 92 өзен Көкпекті сайменен жаңағы Бозвие өзенінің қосылуынан әрі қарай Тобылға бағады. Тобылдың жалпы ұзындығы 1491 километр, сонау Обқа дейін, одан солтүстік Құзды мұхитқа қарай кетеді. Яғни бұл жер Тобыл Қазақстаннан басталады бір өзендердің бірегейі. Суы мол 475 километрден әрі қарай теңізде жүзгендей кемелермен жүзуге болатын мүмкіндігі бар. Ауыл шаруашылығы болсын, экономика болсын, тіптен орман шаруашылығында ағызуға дейін жарайтын өзен болып әрі қарай жайылады. Бұл Қазақстанның территориясында осы негізгі жерінде шекарасында басталатын Тобыл өзенінің бастамасы осы жер. Тобыл өзеніміздің мынау басталу басы, мына Көкпекті өзеніменен мына Бозвие өзенінің қосылып, мына Тобылдың мінекей басы. Бұл енді Тобыл өзенінің негізінде сонау айтайық Жетіқара Таран ауданы Қостанай облысының ар жағына Қорғанға қарай өтеді. Сол мінекей бара жатқанша сол жер асты суы сосын бұлақтармен бұлақтардың арқасында осы үлкен өзен болып әлі де ағып жатыр. Негізінде мінекей Ресейдің шекарасы мына жерде Қазақстанымыздың шекарасы. Негізінде бірақ шекара өзен екі елді бөліп отыр. Сондықтан да мінекей өзіміздің ата-бабаларымыздың жерлерін осындай
білектің күшіменен, найзаның күшімен алған бабаларымыздың жерін әр өзі жастарымызға, осы халқымызға насихаттап, еліміздің мінекей президентіміздің арқасында осындай жерді, шекараны бөліп бергеніне бір елімізге, ата бабамызға мыңда бір шүкіршілік деп тілек айтамын. Туған жерді тану мақсатында ұйымдастырылған Қостанай Жетіқара далалық экспедициясы өзінің соңғы нүктесіне келді. Мақсатымыз Тобылдың бастау арнасына көз салу болатын. Тобыл өзені Қазақстанның ішінен ағатын бірегей өзендердің бірі. Осы өзенді, осы өзеннің бастау арнасын іздеп, мінекей Қазақстан мен Ресейдің шекарасына Тобыл өзенінің сол бастау арнасына келіп отырмыз. Дәл айту мүмкін емес, дәл мына жерде. Бірақ осы бір аңғар, осы бір тұс, осы жергілікті өлкетанушылардың айтуынша, мінекей мысалы Наурызбай ағамыз Әлмұхамбетовтің айтуынша, осы Тобыл өзенінің бастауы осы жер. Сондықтан біз осы бір жерде қасиет тұтып, осы жерде өзіміздің бір ауыз тілегімізді білдіргіміз келеді. Сонау Қостанайдан осы жерге жеткенге дейін шамамен мынау жүргізушінің айтуы бойынша біз 350 километр жүргенбіз. Сол 350 километрде еліміздің, жеріміздің кең байтақтығына, жеріміздің байлығына тамсанумен келдік. Талай мықты азаматтармен кездесіп жатырмыз. Сондықтан бұл жүріп өткен сапарымызда бұл ел танудың, жұрт танудың бір көрінісі деп ойлаймыз. Біздің алдағы ойымыз осы экспедицияға қатысқан азаматтар да соны қолдап отыр. Осы Тобылдың басталған жерінде бір белгі орнату. Оған біз шекарашыларды қоспақ ойымыз бар. Өткен шекарашылар осы жерде, олар күнделікті қызметі осы жерде жүреді, осы жерде қорғайды дегендей. Сол шекарашылардың көмегімен және белсенді Жетіқараның белсенді азаматтарының арқасында осы Тобыл өзені осы жерден басталады. Тобыл өзенінің бастау арнасы нүктесі осы деген бір белгі орнатуды жоспарладық. Ондағы мақсатымыз біз сияқты ізде келетін жұрт болады деп ойлаймын. Біз жеріміздің, еліміздің қасиетін енді мықтап түсініп жатқан еліміз. Сондықтан бізден кейін де бұнда ізде келетін азаматтар болады, бізден кейін де ізде келетін жұрт болады. Солар келген кезде соның алдында сол белгі тұрса, олардың көңілі марқайып, жаңағы көңіл тасып кетер деп ойлаймыз. Өйткені біз келерде бұл жерді әркімнен сұрастыра келдік, жөн сілтей келдік, малшылардан сұрастыра келдік. Сондықтан келесі келушілерге осы жол бір мүмкін жаңағы несін ашылар, картасын сызбақ ойымыз бар, төтелеп бару жолдың. Мінекей осындай істердің басы бір пұшпағы, басы бір көрініс секілді болды осы экспедиция. Құдай қаласа енді осы жерден экспедициямызды аяқтап, кейін қарай, Жетіға қарай бет аламыз.